Баршаңызға сәлем. Менің каналымда көрермен саны 1000-нан асты. Мен үшін үлкен қуаныш. Соның құрметіне бүгін сникерс тортын жасайтын боламыз. Алдымен какаоға қайнаған су құйып араластырамыз. Сосын күнбағыс майын қосып, жақсылап біркелкі болғанша қозғаймыз. Жұмыртқаның ағын сарысынан бөліп алып, шекердің кішкене бөлігін сарыуызға салып, қалғанын ақуызға аз-аздан қосып, аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Осылай формасын жақсы ұстап тұруы керек. Енді сарыуызды миксерлейміз. Екеуін біріктіріп жаймен араластырамыз. Үлкенірек ыдыс қолданғандарыңыз дұрыс. Енді какаоны қосамыз. Сосын електен ұн мен қамыр қопсытқышты өткізіп, аз бөліктен салып араластырамыз. Осындай үлпілдек қамыр болады. Мен формаға қамырдың 1/3 бөлігін салып, қалған бөлігін кальцода пісіретін боламын. Диаметрлері 24 см. 160 градуста қызып тұрған пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Суыған соң кальцодан босатып алып, бисквитімізді 2 бірдей бөлікке бөлеміз. Сонда бізде формадағы бисквитпен 3 бисквит болды. Кремін жасау үшін салқын сливкиді аздап миксерлеп, қант ұнтағы мен творожный сырды қосып, қою крем болғанша араластырамыз. Креміміз дайын. Варенка мен арахисті араластырып аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Бисквитімізді орналастырып, кремімізді құйып тегістейміз. Ортасын кішкене ашып, варенканы салып аздап жаямыз. Екінші бисквитімізге де осылай крем құйып, варенканы саламыз. Сосын соңғы бисквитімізді орналастырып, қалған кремді бетіне жағамыз. Тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Глазурь жасау үшін сливки мен Қазақстан шоколадын газда ерітіп аламыз. Сосын қалауларыңызша арахис қосып араластырып, аздап суығанын күтеміз. Тортымыздың астына бірінші пищевой пленканы, бетіне сетка қоямын. Сосын тортты кальцодан босатып алып, глазурь құямыз. Астына түскендерін жанына жетпей қалған жерлеріне құйып шығамыз. Тағы 2 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа қоямыз. Тортымыз дайын. 1000 оқырманнан асқан соң бетіне 1000 деп креммен жазу жаздым. Сондай нәзік және өте тәтті болып шықты. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.